ұлтта, қай елде болса да, қастерлі, құдіретті. Для каждого народа родной язык – это самый любимый, самый могучий, самый певучий язык. Рожденная дружбой под знаком свободы, служишь ярким примером для множества стран. Как в согласии жить под одним небосводом, Ассамблея народов страны Казахстан. Среди нас укрепляя единство и братство, многоликой республики гордостью стань. Достояние наше и наше богатство, Ассамблея народов страны Казахстан. Ертеңге сенімді ұлдардың елісі, еркіндік еңселі елік көл жерісі. Ассамблея көк туын көгіне көтеріп, биіктеп барады рухани келісі. Тасытқан арманның арнасын қуатты, жүрекпен жарасқан жауқазын жырақты. Халқымның қастерлі құндысы ассамблея, алауға бірлікпен тұтанған жырақты. Стала верой, надеждой, духовною лирой, отражением вольной степи гор и рек. Потому словно символ надежного мира до длинного неба взлетел байтерек. Среди нас укрепляя единство и братство, многоликой республики гордостью стань. Достояние наше и наше богатство, Ассамблея народов страны Казахстан. Казахстан! Қазақстанның болашағы қазақ тілінде деген елбасымыз. Себебі тіл мерейі, ел мерейі екені даусыз. Еңсеміз биік, тіліміз тұғырлы, рухымыз асқақ болсын ағайын. Еще раз с праздником, с Днем языков народа Казахстана. Всем всех благ. До новых встреч!